Қайырлы күн, құрметті Гүлсара Мұхаммедқалиқызы, студиямызға қош келдіңіз. Сізді келе жатқан мейрамыңызды құттықтаймыз. Және де осы биыл толып жатқан 20 жылдың Мұхаммед Ахметұлы Қонаев атындағы мектепке 20 жыл толып отыр. Сізді мерейлі тойыңызбен құттықтаймыз. Жалпы енді студиямызға келіп отқан бүкіл қонақтарымызға бірыңғай қойылатын сұрақтардың бірі, осы ұстаздық жолы ірі тұлғалардың, тіпті елімізді басқаратын басшыларда, ғарышкерінде, басқа ұстаздардан тәлім-тәрбие алып өседі. Соның бірегей сіз ұстаз ретінде жалпы сізге сұрақ қойып, осы жолға қалай келдіңіз? Осы жолдың ұстаздық жолындағы еңбегіңіз жайлы айтып берсеңіз. Енді мен өзім Қарачөбе ауданы Солыкөл ауылында дүниеге келдім. Ең алғаш ұстаздық жолымды Қадағайлы орта мектебінде бастаған болатынмын. Онда ауылда 5 жыл үздіксіз жұмыс жасап, осы қалаға келдім. Қаладағы құрылысшы ықшам ауданындағы нөмір 37-ші мектепке келіп, сонда еңбек жолымды жалғастырдым. Ол да жаңадан ашылған мектеп болатын. Сол кезде ол мектепте 5 жыл жасадым. Содан кейін осы қаладағы ең бірінші салынған жаңа үлгідегі жаңа типті мектеп болатын. Осы 44-ші мектеп. Бәрі де жақсыны көрмек үшін деп осы мектепке келгім келді. Содан осы мектепке келетін болдым. Содан ата-аналарым қолдап бүкіл сыныппен осында келдік. Біздер 37-ші мектептен 2 сынып келдік. Біреуі Гүлбану Жеңісқызы, менің әріптесім, екіншісі мен оқушыларымызбен түгел келген болатынбыз. Сыныбыңызбен бірге ата-аналарымыз бірге? Иә, сыныбымызбен, ата-аналарымызбен бірге келдік. Сіздер осы мектепке барсаңыздар, біздер де сізбен бірге барамыз деп, ата-аналарымыз қолдап, сол кісілердің үлкен қолдауымен біз осы мектепке келіп қалдық. Содан бері қарай 44-ші мектепте жұмыс қызмет атқарып келеміз. Одан кейін енді көп жыл уақыт өтті. Одан бері қарай енді 44-ші мектеп гимназиясы деген статусты алдық. Оған енді бүкіл әріптестерімнің еңбегі зор. Оған енді басшымыз мектеп директоры болған Ақжарқын Өтеғұлақызының еңбегін де атап өтер едім. Бүкіл ұжымның еңбегі дер едім. Сөйтіп біздер осы 44-ші мектеп гимназиясы атандық. Одан бері қарай еліміздің қайраткері Дінмұхаммед Қонаев атындағы мектеп болып аталдық. Содан бері қарай 20 жыл болған екен мінекей. Сол осы мектепте қызмет атқарып келемін. Біздер 37-ші мектептен осы 44-ші мектепке келген кезімізде мына 6-шы ықшам ауданда үйлер аз болатын, кең дала болатын. Гүлбану екеуміз келе жатамыз. Мына 4-ші ықшам ауданның жерінде бойы бізбен бірдей шөп өсіп жататын. Сол жерде екеуміз бір аяқ жол бар. Сол бір жол аяқпенен, жаңа жол аяқ жолмен екеуміз келе жатамыз. Осы 6-шы ықшам ауданға жақындағанда алдымыздан салқын жел еседі. Сонда айтамыз, шүсті микрорайон салқын екен деп. Сөйтіп, ол кезде мынау маңдала болатын, көп үй жоқ болатын. Қазір енді көрсеңіз өзіңізді көріп отырсыз ғой. Бірнеше ықшам аудандар салынды, қасымызда зәулім ғимараттар салынды, биік үйлер салынып, қазір бала саны да бұрынғыдан да көбейіп артып отыр. Бұрын тек мектеп көрініп тұратын еді, қазір мектеп қазір мектебімізде көрінбейтін болып қалды, жанымызда толған үйлер. Сөйтіп, осы 44-ші мектепте бүгін 20 жыл болыпты деп айтып жатырмыз. Шынында да уақыт шапшаң екен, 20 жыл уақыт өте шыққан екен. 20 жыл аз ба, көп па, бір жастағы баланың 20 жасқа келген ғұмыры екен, былай қарасаңыз. 20 жылдық біреудің ғұмыры екен. Сөйтіп, қызмет етіп жатқан жайымыз бар. Сізден жалпы Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев мектебінде бастауыш сынып пән мұғалімі ретінде, бастауыш сынып жетекшісі ретінде білеміз. Жалпы осы бастауыш сыныпқа мұғалім болу, оларда жаңа бір үйдің еркелері, бір үйдің тентектерін бүлдіршін кішкентай балдарды алып келіп, бір жүйеге жинақтап, бір топта отырғызып, бір сыныпта білім мен тәртібін қадағалау қиындыққа соғатын шығар. Әрине, сөзіңіздің жаны бар.
бір үйдің жаңа өзіңіз айтқандай бір үйдің еркесі, бір үйдің жалғызы, 28 оқушы алдыма келіп отырғанда әркім өзінің еркелігін салады. Енді оны ұжым қылып, осы сынып оқушыларын бір ұжым қылып қалыптастыру үшін көп еңбекті қажет етеді. Әрине енді ол бір айтқаннан ұжым болып қалыптаспайды. Күн сайын дағдыға айналдырып, күн сайын айтып отырамыз. Ата-аналардың өздері де айтып жатады, Гүлсара Мұхамедқалиқызы, сіз осы бір ұжымды бір құрт сияқты қылып қалай сіз тәрбиелейсіз, қалай ұстайсыз? Біз бір үйде бір баланыға әліміз келмей жатады деп, жаңа кейбір кездерде айтады, мен балам тыңдамай айтады. Сіз айтыңызшы деп, сіз айтсаңыз сіздің сөзіңізді Құдай тыңдайды деп. Біздің айтқанымыз тыңдамайды, сіздің айтқаныңыз тыңдайды. Апай айтқан жоқ, апай айтты деп, сөйтіп айтты деп айтып отырады. Енді әрине бір үйдің тентегі, бір үйдің баласы, айналайын өтіп кеткен балдар, бес саусақ бірдей емес, әртүрлі бала келеді алдыңа. Енді соның бәрін енді әрине өзіміздің тәжірибемізге сүйеніп, бірде жайлап сөйлеп, бірде алдаусыратып, бірде талап ете отырып, осылай оқытып тәрбиелейміз. Енді оқытудың да енді небір түрлі әдіс тәсілдері бар, балаларды қызықтырып оқытамыз. Енді содан кейінде енді баланың қызығушылығы оянып, енді ортаға келгесін өзінің жаңа бір ұжымның мүшесі екенін сезініп, балаларда сол ортаға бейімделе бастайды. Әрине енді бастауыш сыныптың мұғалімі болу оңай емес деп айтар едім. Мен орта буынға да сабақ беріп көрдім қазақ тілі мен әдебиетінен. Бірақ мен қалаға келген кезде үлкен қазақ мектептері аз болатын ол кезде. Содан мен осы бастауышта сабақ беріп, бастауыш мұғалімі болып қалдым. Сонда екеуін салыстыратын болсам, орта буынға үлкен сынып оқушыларына сабақ бергеннен бастауыш сыныптың балаларына сабақ берген өте қиын. Бір жағынан өте қызықты дер едім. Баламен бала боласың, баламен ойнайсың, баламен күлесің, кейде тіпті бала болып кеткенді де білмейсің. Сондай бір өзінің бір қызығы мен қиындығы қатар жүретін кәсіп қой енді. Жалпы сіздердің жұмыстарыңыз бірінші сыныптан қабылдап алып оқушыларды бастауыш бітіргенше, яғни 4-ші сыныпты бітіріп 5-ші сыныпта бастаушымен қосташып жатыр. Жалпы енді осы жолда сіздің жұмыстанғандарыңыз 5-ші сыныпқа келген кезде оларды жоғары сынып орта буынға көшкеннен кейін кураторлар өз тәрбиесіне алып жатады. Сол кезде сіз тәрбиелеген сыныптарға жаңадан қабылданған кураторлар таласа сіздің сыныбыңызды қабылдауға бір-бірімен таласып жатады. Бұның сыры ендігі сіздің жаңағы сыныптарыңыз өзге сыныптарға қарағанда тәртібі де жақсы, мектеп талабына сай, мектеп формасы, білімі барлық жағынан жетілген және бір ұжым болып қалыптасқан оқушылар болып табылады. Сол себептен барлық кураторлар таласып жататын жайы бар. Енді жалпы осындай сыныпты ұжымға жинау, сыныпты бір топ қылып, барлығын бір сөзге, бір бағытқа, тәртіпке бағындырғандай қандай әдіс тәсілдер қолданасыз? Енді ұжым болып қалыптасуына айтады ғой, ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Үйдің берік болуы іргетасынан дейді. Енді бастауыш сыныпта жаңағы іргетасын қалап дейміз ғой, тек қана сапалы білім беріп қана қоймай, саналы тәрбие де береміз. Сол баланың әрбір жасаған қылығына, еркелігінде бәрін де кешіре біліп, кезінде соған бағдар беріп, дұрыс еместігін, жаңа қателігін түсіндіріп деген сияқты бірге жаңа оқу мен білім егіз қатар тәрбиелеп отырамыз. Соны енді киім киісі, әртүрлі біздерде тәрбие сағаттары да болады. Сол тәрбие сағаттарында киім киюдің үлгілері туралы жаңағы немесе сабаққа дайындалу туралы әртүрлі енді көптеп жұмыстар жүріп жатады ғой. Солай тәрбиелеп келе жатамыз. Енді жалпы өзім де естимін, сыныбыңыздың жалпы мына сынып болып қалыптасуында, ұжым болып қалыптасуында қалай сіздің бір тәжірибеңіз бар деп бір кейбір жас мұғалімдер сұрап жатады, сіз соны үйренгім келеді деп.
бірақ та енді білмеймін, енді ол жұмыстың барысында солай өтіп жататын болар, өзіме байқалмай. Енді мақтанғаным емес, шыны керек, өзімнің бастаушыдан шыққан балаларым тәртібі де, жалпы киім киісі, жалпы сабақ үлгерімдері, білімдері жақсы болып шығады. Енді мен өзім сыныбымды мақтайын деп отырған жоқпын. Жалпы өзім де ризамын. Мен айтатынмын балаларға, бірінші сыныпқа келгенде кейде енді қорқақ болады ғой бірінші сыныпта. Сол кезде балаларға айтамын, балалар, мен жаңа кейде даусым шығып айтқанда, сіздер қорықпаңыздар. Допты жерге ұрса не істейді деймін, секіреді дейді. Сіздер де доп сияқты жаңағы мен айтқанда сіздер басылып қалмаңыздар, керісінше ширай түсіңдер деп айтатын едім. Сөйтіп балдарым пысық, сөзге түсінетін, сондай тәрбиелі болып өседі қай оқушыда. Енді орта буынға барғанда, енді мына бірінші сыныптан алғасын ол өзінің балаң сияқты болады. Біреу коридорда жүгіріп жүргенде бір мұғалім ескерту берсе, соны жаратпай тұрасың ішіңнен, іштей жаратпай тұрасың. Бірақ өзің жаңа ішке әкелгесін, жаңағы енді ұрысып аласың ғой жайлап. Неге сен жүгіресің? Ана апай саған ескерту айтып жатыр деп. Жалпы енді мен мына орта буынға барғанда олар бір мұғалімге алдында үйреніп қалды, орта буынға барғанда әртүрлі мұғалім береді жан-жақтан. Сол кезде жаңа әртүрлі адамның әртүрлі мінезі бар деген сияқты, әркімнің методикасы, тәжірибесі әртүрлі. Сол кезде жаңағы үйрене алмай қалама деген бағытта психологиялық тұрғыдан айта беремін. Балалар, сіздер жаңағы кейде адамның көңіл-күйі болмауы мүмкін, кейде ұрсып тастауы мүмкін. Сен ол кезде апай мені жаратпайды екен деген сияқты басылып қалмаңдар. Өздеріңіз үшін апайдан сұрап алыңыз, ағайдан сұрап алыңыз деп кез келген нәрсені көңілдеріңізге алмаңыздар, кешірімшіл болыңыздар, бір-біріңізге көмектесіп жүріңіздер деп жаңағыдай енді мен айтып отырмын. Сөйтіп дайындаймын. Уже мына 4-ші сыныпқа келгенде орта буынға уже қанат қағатынын білесің ғой іштей. Бір жағынан қимастық сезім болады. Қимастық сезім болады. Әбден қытай күнінде ештеңеге түсінбей келгеннен адам енді уже бәріне түсінеді, сондай жақсы есеп қалғанда біреуге беріп қойғанда қиындау. Сол кезде жаңағыдай қимайсың, ертең кетіп қалады осы балалар деп біртүрлі қимастық сезім болады. Сол кезде жайлап психологиялық тұрғыдан дайындай бересің. Ертең әртүрлі мұғалімдер береді балалар деп сөйтіп жайлап айтып дайындай береміз. Жалпы балалар уже бастауыш сыныпты бітіргенде орта буынға өтетінін, онда түрлі мұғалімдер беретінін бәрін біліп, үйреніп, сөйтіп жүреді. Сонда мен айтамын балдарға, балдар, сіздер ана жаққа орта буынға барғанда сіздердің біреуіңіз сабақ оқымады десе, немесе тентек болды деп сендердің аттарыңыз аталса, мен мына жақта 1-ші сынып алып отырмын, 1-ші сыныппен жүрсем де, мен сіздерді ойлап жүрмін. Сіздер не істеп жатыр екен деп ойлап жүрмін. Сондықтан да сіздердің әрбір жасаған бір дұрыс емес қылықтарыңыз болса, мен ұяламын. Мына Нұрмұқанов Қалиқызының тәрбиелеген оқушылары деп айтады ғой. Сіздер маған ұят келтірмейсіздер ме десем, жоқ дейді. Ата-аналарыма да ризамын. Жалпы мына өзімнің алдымнан түлеп ұшып жатқан оқушыларымның ата-аналары да үнемі мені қолдап отырады. Рахмет оларына. Себебі тек осы баламыз білім алса екен деп сөйтіп таңдап келгеннен кейін де мен енді артықты талап етпеймін. Сол білімге байланысты талап етесің ғой енді. Соның жаңа талаптан шығып жатады. Сол үшін жаңағы ата-аналарыма да, оқушыларыма да дән ризамын. Ата-аналарыма да үлкен рахметімді айтамын. Себебі үнемі мені қолдап отырады. Жалпы естіп жатамыз, мектепке келіп жатқан ата-аналар бастауыш сыныптың мұғалімі сіз туралы көбінесе жаңа тілге тиек етіп айтып жататынын көреміз. Жиналыстарда айтып жатады, рахметін айтып жатады. Бұл енді өзіңіздің адал еңбегіңіздің арқасы. Абунар Сұралбай атамыз айтпақшы, тәртіпсіз берілген білім адамзаттан қас жау дейді. Сіз бірінші орынға тәртіпті қойып, одан кейін жаңағыдай балдарды тәрбиелеп, орта буынға жетілдіріп жүреді екенсіз. Рахмет. Жалпы жұмыс тәжірибеңізге үңілетін болсақ, 33 жылдан асқан екен ұстаздық
өтілінде 33 жыл жұмыс жасапсыз. Осы 33 жылдан жұмыс жасаған кезде бір қызығы, бір рет болсын жұмысқа кешігіп келіп, бір өзіңіздің атыңызға бір сөз естімеген екенсіз. Осының сыры неде? Өзіңіз сондай талапшыл болғандықтан ба, жоқ әлде үйіңіз мектептің жанында болғандықтан ба, жоқ таксимен келесіз және? Енді бұл сұрағыңызға жауап берейін. Жалпы 33 жыл 9 ай еңбек өтілім бар екен. Санап жүрейін. 33 жыл 9 ай еңбек өтілім бар екен. Шынында да сіз айтқандай, жаңа өзім де ойлап отырмын. Бірде-бір кешікпеппін. Әкем айтатын, еш уақытта жап-жас болып, ұят болады кешігіп барма жұмысыңа. Ерте тұрып, ертерек барып күтіп отыр. Ана сақа мұғалімдер дейді, енді үлкен мұғалімдер деді. Сақа мұғалімдерден бұрын барып отыр. Сенің бала шағаң жоқ, жап-жассың, ертерек барып күтіп отыр мұғалімдер бөлмесінде дейді. Сол бойыма әкемнің тәрбиесі маған өзіме сіңген сияқты. Көп пәтер жалдап та жүрдік, жатақханада да тұрдық. Сол кезде алыстан келеміз. Сол кезде ерте тұрып, ерте жаңағы шығып кететінбіз. Ол кезде автобуста ұзақ күтеміз. Бірақ та бірде-бір кешіккен емеспін. Ертерек келіп, жаңағы оқушыларды қарсылап сөйтіп алатынбыз. Ол да бір енді адамның жақсы қасиеті ғой деп ойлаймын. Бірде-бір кешіккен емеспіз. Ұстазға керек қасиеттер. Керек қасиет. Жалпы өзім ойлаймын, бала ұстазына қарап бой түзейді. Ұстазы қандай болса, содан үлгі алады. Сондықтан біздер жас жағымызбен үлгі көрсету керек. Біз баланың алдында ертерек келіп күтіп алсақ, бала да сабаққа кешікпей келер ме? Енді апай кешігіп келетін болса, ой апай менен кейін келеді деп тұрса, енді ол да бір көрініп қалса, балалар соны жасайды. Сондықтан да білмеймін, енді ол да бір жақсы қасиет қой. Кешікпеу деген, бұл да бір жауапкершілікті білдіреді үлкен. Жалпы Гүлсара Мұхамедқалиқызы, жалпы айтып отырған сөздеріңізге қарасақ, 30 жыл тәжірибеңізге қарасақ, нағыз ұстазға тән қасиеттердің барлығы бойыңызда тізбектеліп жинақталған екен. Жалпы енді қазіргі жастарға, осы сіздің арттарыңызды, ізіңізді басып келе жатқан жас мамандарға, болашақ ұстаздарға өзіңіздің тәжірибелі мол, жаңағыдай көпті көрген ұстаз ретінде, олардың алдыңғы беттегі ұстаз ретінде бір айтар кеңесіңіз, оларға бағыт бағдарыңыз болса, кешікпеу жағынан болсын, қай жағынан болса да. Енді соңымыздан ілесіп келе жатқан ізбасарларымыз, жас ұстаздарға, әріптестеріме айтарым, еш уақытта қиындыққа мойымау керек, сол қиындықты жеңе білуге тырысу керек. Енді ұстаздың бойынан ата-аналар да, ұжым да көп нәрсені күтеді ұстаздан. Сондықтан да сол қырынан көріне білу керек деймін, жақсы қырларынан. Бірінші адам өз-өзіне талап қоя білу керек. Адам өзіне талап қойса, бірінші өзгеден де соны талап етеді. Өзгеге қойған талапты өзіңе де қоя білуің керек. Сонда бәрі де жақсы болады деп ойлаймын. Енді мына жас ұстаздарға ерінбеңіздер, жалықпаңыздар, ізденіңіздер деген. Бұрынғы кезде компьютер, түрлі ақпараттық технологиялар біздің жас кезімізде көп болған жоқ. Бірақ қазіргі кезде мына ақпараттың өте көп дамығаны соншалық бүкіл жағдай жасалған. Сондықтан да жас ұстаздарға тек іске сәттілік тілеймін. Еңбектеріңіз еленіп, шығармашылықтарыңыз шыңдала берсін. Сіздерге тек қана толағай табыстар тілеймін. Іске сәт, алға. Құрметті Гүлсара Мұхамедқалиқызы, студиямызға келіп алтын уақытыңыз бөлгеніңіз көп рахмет. Сізді келе жатқан төл мерекеңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Және де бізде биыл тағы да атаулы мереке, мектебіміз ашылғанына 20 жыл толып отыр. Сол арайлы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Және де жалпы осы ұстаздарға, өзіңіздің әріптестеріңізге деген ізгі лебіз, ниет тілегіңізді арнай қойсаңыз.
Рахмет. Құрметті барша ұстаздар қауымы, сіздерді төл мерекелеріңізбен және мектебіміздің 20 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілей отырып, шәкірттеріңіз биіктерден көріне берсін дегім келеді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дегендей. Әркез еңбек етуден, балаға ұстаздық етуден жалықпайық дегім келеді әріптестер. Мереке құтты болсын. Сіздермен бірге болған бүгінгі ұлағатты ұстазымыз Гүлсара Мұхамедқалиқызы. Ұлықтаймыз да келесі кездескенше аман сау болайық.